Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін рецептте сосиска в тесте. Бұл қуырылған варианты, егерде духовкада пісіретін болсаңыз, дәл осы қамырмен пісірсеңіз болады, өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 120 мл жылы су және тура сондай жылы сүт. 40 грамм сұйық май, 1 жұмыртқаның ағы және де 2 үлкен қасық қант және де кішкентай қасықтың жартысы тұз және ашытқы. Ол 4-5 грамм болмаса 1 чай қасық. Және де қажет болады ұн. Менде ұн 330 грамм кетті. Жақсылап илейміз. Одан кейін, жақсылап илегеннен кейін жылы жерге 35-40 минутқа қойып қоямыз көтерілгенге дейін. Көтерілген дайын қамырымызды осылай бөлеміз. Дөңгелектейміз. Және тік 4 бұрышты қылып илейміз, жаямыз дейміз. Және сосисканы аламында осылай айналдырып шығамыз. Жасалу жолын бірнеше рет көрсетемін. Ешқандай қиындығы жоқ. Тура осы вариантты духовкада пісірсеңіз болады. Тек пісірер алдында жұмыртқаның бір сарысы мен бетін жағып шығу керек болады. Ыстық қуырылған майды пісіріп алдым. Міне осылай шықты. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.